Сәлем достар, тағы да Италиядан Рим қаласының ортасында орналасқан дүние жүзіндегі ең кіші мемлекеттердің бірі Ватиканға қош келдіңіздер. Ватиканда бүгін Ватикандағы ең үлкен, ең маңызды шіркеулердің бірі, соның үстіне мінеміз, үстіне шығамыз, үстінен шығып сіздерге Римді көрсетеміз. Ал кеттік. Шіркеуге кіру негізі тегін, бірақ үстіне шығу 15 евродан тұрады. Ал жаяу көтерілгіңіз келсе 10 евро тұрады. Міне осы қуыстарда сығылысып. Бұл сырттағы көрініс Ватикан мемлекеті, ар жағында Рим, Италия. Ары қарай көтерілеміз. Міне қисық, өзі тар. Ары қарай бұл тарлана түседі, ауада жоқ, терілеп, біраз шаршап кеттік. Жоғарыға жетем дегенше өте жаңағы көп терледік. Айта кетейік, бұл шіркеу 15-ші ғасырда салынған. Дүние жүзіндегі ең үлкен шіркеу болып есептеледі. Өте маңызды, діни орталығы болып есептеледі. Батыс елінің, жалпы христиан елінің, былайша айтқанда бұл Меккеге пара-пар жер болып есептеледі жалпы. Мені жоғарға шықтық, керемет көрініс, керемет Италия, Рим, Ватикан мемлекеті. Керемет. Бұл жер міне орталық алаңы болып есептеледі. Осы жерге жиналады. Әр мейрамдарда, наурыз айында мейрамдары бар. Наурыз айында осы жерге жиналып, сол кезде жаңа папа дейді ғой, папа шығып барлық халыққа жаңа қол бұлғап, тек осы наурыз айында ғана шығады. Міне бұл қайтадан түсіп келе жатырық. Түсудің өзі де біраз еңбек. Бір тау ұқсатып салған екен, өте бір тауға шығып бір түскенмен бірдей. Жаңа Алматының медеуіне түсіп шыққандай. Сол сияқты әсер болды өзі. Ауа жетпей әсіресе түсіп келе жатқанда осы жер өте тар болды. Бірақ өте керемет естелік. Келіп осы жерге көріп, саяхаттап жүргенге не жетсін. Бұл сыртында тұрған жаңағы Швейцарияның қарауылы дейді ғой. Сол 15-ші ғасырдан бері бұл тек қана қарауыл ретінде Швейцариядан арнайы осындай қарауылдар алынады. Осылар аузында осылай тұрады үнемі қорғап. Міне Африкадан да қонақтар келіп жатыр екен. Өзінің африкалық ұлттық биін билеп, әнін айтып беріп жатыр. Қуанышын жасырмай бұл жерге келгеніне. Міне Ватиканнан шыққаннан кейін де осындай керемет жерлер бар. Ол жерді де көріп, рахаттанып, полициялары, атты полициялары. Арнаға жазылыңыздар, барлығыңызға рахмет, соңына дейін көргендеріңізге. Келесі кездескенше.